Біз ел қатарлы қарапайым отбасы болдық. Үйде тек қыздармыз. Анам бар өмірін бізге арнады. Ал әкем ол үнемі жұмыста. Ол бала тумады деп анама кінә артқан емес. Бірақ оның жоқтығы да, барлығы да біз үшін бірдей еді. Әкем 3-4 айлап, тіпті одан да ұзақ уақыт үйге келмейтін. Келген күннің өзінде бізбен көп сөйлеспейтін де, сырласпайтын. Біз анамыздың жылуына оранып, оның мейірімімен ғана өсіп өндік. Әкемізді жақсы көретінбіз, бірақ оның бізбен бірге болмауы жүрегімізде бір бос кеңістік қалдырды. Кейде ойлаймын, егер әкем үйде көбірек болса, біз мүлде басқаша болар ма едік деп. Бірақ тағдыр осыны бұйырды. Әйтеуір әкеміз бар, сол үшін де қуанамыз. Мен үйдің 3-ші қызы болдым. 2 әпкем және сіңілім бар. Үлкен әпкем мектеп бітіре сала алып қашудың құрбаны болды. Бәрі бір сәтте өзгерді. Бір түнде басымыз ауған жаққа босып кетуге мәжбүр болдық. Әпкем кеше ғана мектеп бітірген еді ғой, жап-жас, болашағы алда, оқу оқып, арманын жүзеге асыру керек болатын. Бірақ бәрі әп-сәтте құрыды. Анам шыдай алмады, ашуға булығып, әлі жас қой, оқуы керек, оны алып кетемін деп жанталаса қарсы болды. Әкем болса сабырлы әрі қатал. Кеткен қыз кетті, босаға аттап қойды. Енді оны жайына қалдыр, дастарханды жай, келген құдаларды күтеміз деп соңғы сөзін кесіп айтты. Анам жылап жүріп амалсыз көнді. Мен сол сәтте әкемді жек көріп кеттім. Әпкемнің біз үшін құны жоқтай көрінді. Әкемнің бізге деген мейірімі де, жанашырлығы да жоғын сол кезде түсіндім. Оның айтқан сөздері жүрегімді жаралады. Мен небәрі 15-те едім. Бойжетіп келе жатқан шағымда өмірдің осыншалық ауырлығын сезіну маған тым ауыр тиді. Әпкемнің бізден алшақтап, енді қайтып үйге оралмайтынын ойлап, жүрегім қанжылады. Оны сағындым. Жай ғана әпкемнің күлкісін, жанымда болғанын аңсадым. Бірақ енді оның бәрі өткен шақ болып қалды. Сол бір күн бәріміздің есімізде мәңгі қалды. Әпкеміздің тойы алғашында көңілсіз көрінгенін байқап, іште алаңдап едім. Бірақ көп ұзамай бәрі түсінікті болды. Әпкемнің жүзіндегі бақыттың белгісін байқамау мүмкін емес еді. Сол тойда әпкем өзінің сүйген жігітіне тұрмысқа шыққанын білдім. Бәрімізден жасырып, онымен кездесіп жүрген екен. Бұған дейін байқамағаным үшінді өзімді кінәлағандай болдым. Бірақ әпкемнің бақытын көріп менде қуанып кеттім. Той шын мәнінде керемет өтті. Әпкемнің арманы орындалғандай көрінді. Бәріміз мәз-мейрам болып тарқастық. Арада 3 жыл өтті. Әпкем мен жездем бөлек шығып қалада тұрды. Ал мен мектепті аяқтап, оқуға түсу үшін өзімнің жолымды іздеп жүрген едім. Әпкем тұратын қалаға оқуға тапсыруға шешім қабылдадым. Тіпті ойланбастан таңдай салған қала еді. Бірақ менің таңдауым дәл келді. Грантқа түсіп, сол қалада оқу бақыты бұйырды. Үйдегілер бұл жаңалыққа қуанды. Бірақ бәрінен де әпкемнің қуанышы ерекше болды. Ол маған дереу телефон соғып, «Жадок, жатақханаға жатпайсың, менің қасыма кел, жездең де сені шақырып жатыр, біздің үйде бол», деді шынайы қамқорлықпен. Анам да риза болды. Содан мен чемоданымды жинап, әпкем тұратын қалаға пойызбен аттандым. Вокзалда жездем күтіп алды. Оның жылы шырайлы күлкісі мен әзілдері менің көңілімді көтеріп жіберді. Осылайша мен әпкемнің отбасына жақын бола түстім. Жаңа өмірім осылай басталды. Алғашқы студенттік өмірім басталып кетті. Әпкем мен жездем мені ешқашан ақшадан қыспады. Барлық жағдайымды жасады. Әпкемнің тұңғышын қарайтын едім. Балаға қамқор болып жүргенімді көріп, жездем де маған ерекше жақсы қарады. Мүмкін сол үшін бе, әлде басқа бір себеп бар ма, оны алғашында түсінбедім. Көп замай әпкем 2-ші баласына жүкті екенін білді. Бірақ оның жүктілігі қиын болды. Токсикозы қатты мазалады. Әпкем әлсіреп, жиі демалуға мұқтаж болды. Ал мен үйдегі шаруаны өз мойныма алдым. Сол кезден бастап жездемнің мінез құлқы өзгеріп шыға келді.
Алғашында оның қалжыңы ма деп мән бермедім, бірақ ол маған ерекше назар аудара бастады. Бірде сабақтан шаршап келіп, бөлмемде ұйықтап қалған едім. Қатты шаршаған болуым керек, ештеңені сезбей терең ұйқыға кетіппін. Қапелімде жездемнің бөлмеге кіргенін де байқамадым. Аяқ дыбысынан да, есік ашылғанынан да оянбадым. Тек бір сәтте денемді біреу ұстағанын сезіп, шошып ояндым. Көзімді ашқанымда жездемнің менің жанымда тұрғанын көрдім. Оның бет әлпетіндегі өзгеше жүз, қолдарының маған тигенін сезгенде бойымда қорқыныш билеп алды. Ол шегінбей, тіпті жақындай түсті. Түк түсінбей, үнсіз қалғанмен қатты дауыстап жібердім. Не істеп жатырсыз? Әпкеме айтып беремін деп айқай салдым. Жездем абдырап қалып, ештеңе деместен бөлмеден шығып кетті. Сол сәтте мен не істерімді білмедім. Бұл оқиға мені әрі шошытып, әрі намысыма тиді. Мен әпкеме бұл туралы айта алмадым. Себебі ол токсикозбен қиналып жүрген еді. Оған ауыр соғатынын білдім. Бірақ бұл оқиға менің жездеме деген барлық сенімімді жойды. Бірақ менің жаным шатасып, сезімдерім араласып кетті. Алғашында жездемнің сол әрекеті жүрегімді жаралап, қатты ашуланған едім. Бірақ уақыт өте келе, сол бір сәт есіме түскен сайын бойымда түсініксіз сезім оянатын болды. Оның мені асықпай ұстағаны, денеме тиген алақандары көз алдымнан кетпей, көңілімді мазалай берді. Бұл ойлар маған маза бермейтін, өзіме өзім ыза болдым. Неге мен бұл туралы ойлаймын? Неге сол бір сәтті қайта сезінгім келеді? Бұл сұрақтардың жауабын таба алмай, күндерім ауырлап кетті. Бір жағынан бұл дұрыс емес екенін түсіндім, бірақ екінші жағынан жүрегім басқа нәрсені қалағандай көрінді. 10 күн демалып келген әпкем токсикоздан айықпады. Екінші мәрте платный емханаға тағы жатты. Сол кезде мен өзіме ие болмай сезімге берілдім. Ашық киініп жездемнің көзіне түстім. Ол да шөлдеп жүрген. Маған сүрікше жабысып бастады. Әйелді қалай жасау керек екенін білетін тарлан ғой. Ауырғаны соншалықты айқайлап жылап жібердім. Ол мені жаным деп сүйіп барады. Енді жасама деп жыладым. Қатты ауырып жатыр. Астымда әбден қанмен бүлінген. Бірақ жездем бір нәрсе берді. Осыны ішсең қояды, кәні ішіп ал деп су әкеп ішкізді. Жарты сағаттан соң мен сорлы қайтадан бастап таңға дейін жездеммен болдық. Одан кейін бала көтермейтін нәрсені де жездем әкеп берді. Оқуымды бітіргенше жездем екеуміз махаббат болып жүрдік. Әпкем ештеңе сезбеді. Оқудың соңғы курсында қыз-жігіттер болып көлдің жағасына қыдырып бардық. Көбінің жігіті бар. Тек ол кезде ешқандай жігітпен жүрмедім. Тек жездемді жақсы көргенім бар. Көлік жағасында іштік жедік. Жаман суды көп ішкенмен өзімді ұстай алмай әр жігітке жабыстым. 3 қыз, 6 жігіт болып барғанбыз. 2 қыз жігітімен оңаша кетіп қалды. Мен 4 жігітпен қалдым. Әр қайсысына жабысып, өзімнің берілгенім есімде. Олар мені кезек-кезек жасап жатты. Мен рахат алдым. Таңға дейін 4-еумен болдым. Тіпті жалықпадым. Бірақ 2 аяғым ауырып жүруім қиындай түсті. Таң ата үстім сасып үйге келдім. Орланып ақырын кіріп душқа түсіп жуынып алдым. Сағат түскі 11-ден өте әпкем оятып, ауылға бір шаруалармен кетіп бара жатқанын айтты. Ұйқылы ояу ұя деп қайта ұйықтап кетіппін. Кеш болғанында байқадым. Жездем келіп оятып алды. Содан өзінің тірлігіне көшіп бастады. Бірден білді ол. Кешегі түннен кейін менікі ісіп кеткен. Мойнынан қылқындырып, кіммен болдың? Неше еркекпен болдың? Деп ашуланып сұрақтың астына алды. Қатты ашуланып сұрағына жауап алған соң менен көңілі қалды. Үйден кет, сен аурусың, деп сол күні мені үйден қуып шықты. Сол күні далаға қалған мен группалас жігіттен көмек сұрадым. Ол қуанып, өздері тұрып жатқан пәтерге шақырды. Сол түні тағы да 4 жігітпен таңға дейін болдым. Солай 1 ай бойы әлгі еркектердің ермегі болдым. Ең аяғы ақша жасап, жеке пәтерге шығып, еркектерді қабылдап жүрдім. Қанша болсам да ешқашан тоймадым.
Қазір жасым 30-да. Әлі күнге дейін қабылдап ақша жасап жүрмін. Бәрі менің жаман қыз екенімді біліп алған. Әлде қашан теріс айналды. Ал мен бұл қылығымды қоя алар емеспін. Қартайып келемін, отбасы құрғым келеді. Бірақ бір күні менімен болған еркектің бірі не қайнағам, не қайным болып шығып қалса не болар екен деп тұрмысқа шығуға қорқамын.